Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлпынай. Бүгін сіздерге тағы да жаңа бейнежазбамен келдім. Бейнежазбаның тақырыбын көріп тұрғандарыңыздай, бүгін климакс жайында айтатын боламын. Неге дәл осы тақырыпты таңдадым? Өйткені бізді көріп отырған аналарымызға пайдасы тисе екен, менің өзімнің анама, жалпы көріп отырған аналарға пайдасы тисе екен деген мақсат. Және де неге дәл осы тақырыпты таңдадым дейтін болсам, ең алдымен, егер сіз мені көріп отырған жандар 40 жастан 45 жастан асқан аналар болатын болсаңыз, сізге үлкен пайдасы тиетініне сенімдімін. Ал егер сіз ер кісі немесе жастар болатын болсаңыз, жаныңыздағы әйеліңізге немесе анаңызға, әпкеңізге, жеңгеңізге дәл осы бейнежазбаны көрсетуіңізді өтінемін. Себебі соншалықты пайдасы тиетін маңызды бейнежазбаның бірі деп айта аламын. Неге дәл осы бейнежазбаны таңдадым? Себебі мен келін болып түскендегі Құлпынайдың енесімен қазір өткенде Чусок мейрамында барған кездегі менің енемнің денсаулығының өзгергенін көріп, дәл осыны өзіміздің қазақ аналарға да айтсам екен деген мақсат пайда болды. Және сол мақсатта мен бірнеше дәрігерлердің интервьюларын қарап көріп, қасындағы үлкен кісілерден сұрап отырып, осы бейнежазбаны дайындадым десем болады. Неге бұлай айтып жатырмын? Себебі біздің енеміз үйі 12-ші қабатта тұрады. Барлығымыз үйге келген кезде бұрыннан сондай. Біз лифтімен көтерілеміз үйге, енеміз баспалдақпен көтеріледі. Сонда бірінші кездері біз лифтімен көтеріліп үйде 5-10 минут отырған екен, асықпай енеміз келетін. Неге кешіктіңіз деп жолда демалып келдім, қиыннан шаршағаннан дейтін. Ал осы жолы барған кезде біз әрине лифтімен көтерілдік, бізде ұят жоқ, ал енеміз баспалдақпен көтерілді. Бізбен бірдей орта жолда 12-ші қабатта кездестік. Сіз кәдімгі жылдам шығатын болыпсыз ғой, үйреніп қалдым деп айтады. Сондықтан енемнің айтқаны сол кезде алғаш енеміз ауырып жүрген кезде климакс кезеңінде болғам дейді, менопауза кезеңінде болғам. Содан қазір осылай емделіп, осылай өтіп жатырмын деп айтады. Климакс дегеніміз не? Оны сіздер барлықтарыңыз жақсы білесіздер, бірақ кәрістердің түсінігі бойынша климакс дегеніміз жастарда подростковый возрасттан үлкен өмірге бір дайындық өзгерістер болатын болса, климакс дегенімізді бұл орта деңгейдегі өмірден қарттық өмірге дайындық. Немесе қаттырақ айтатын болса, өлімге дайындық деп ойлайды екен кәрістердің ойы бойынша. Дәл осы климакстан қалай өту керек, қалай дұрыс өту керек, не ішеді, не жасайды. Осыны айтатын болсақ, дәрігерлердің айтуы бойынша, мысалға, климакстың жасы 51 мен 55 жас аралығында әйелдердің көбісі осы кезеңнен өтеді екен. Бірақ ерте келген әйелдерге 45 жастан да келуі мүмкін деп атайды. Ал енді осыдан қалай дұрыс өту керек болғаннан бұрын, бұл кезеңнің белгілері қандай? Соны айтатын болсам, сыртқы және ішкі екі белгілері болады. Ең бірінші сыртқы белгілері ол сіздің бетіңіздің қып-қызыл болып кетуі, бетіңізде қызыл точкалардың көбеюі. Екінші, сіздің қан қысымыңыздың жоғарылауы, артрит, түрлі сүйек ауруларының пайда болуы, және кенеттен тершеңдік, терілеп қайта-қайта ыстықтап терілей беру, немесе жаурай беру. Ең маңыздысы бірден толып кету. Іштің бірден шығуы, толып кетуі, өрмекші тәріздес фигураның пайда болуы, бұл климакс кезеңінің басталу белгілері екен. Ал енді ішкі кезеңге бойынша айтатын болсақ, ұйқысыздық, депрессияға ұшырау, және де өзіңіз ашулану, ұмытшақтық, осының барлығы осы бір кезеңнің белгілері екен. Кәріс дәрігерлерінің айтуы бойынша, кәрістің қыздары бұл кезеңнен қалай өтеді? Ең бірінші, дұрыс тамақтану, спортпен айналысу, түрлі витаминдер ішу, түрлі гормондық дәрілер ішу, және де правильный питание дейміз ғой, енді денсаулығына байланысты дұрыс тамақтану. Осылардың барлығын жасау, ішу, орындау арқылы осы бір кезеңнен өтеді деп айтады. Ал енді сіз осының бесеуінің өзіңізге қалаған жасап көрсеңіз болады. Ал мен бұл бейнежазбада бұларды емес, бұл бейнежазба үйде отырып ешқандай ақша құртпай-ақ осы кезеңнен қалай аман-есен өтуге болады. Сол жайында айтқым келеді. Әрине бұл да көптеген материалдардың жиынтығы деп айта аламын. Ең бірінші, қайталап айтам, айтудан жалықпаймын, ол әрине спортпен айналысу. Мен спортпен айналысу деген кезде енемді айтпасам болмайды. Мен өзім енемнен көп сабақ аламын негізінде. Өйткені көз алдымда аурушаң енеміз дені сау жаққа қарай өзгеріп келе жатқан көргендіктен. Түнгі сағат 1-де ұйықтасын, мейлі түнгі сағат 2-де ұйықтасын, таңғы сағат 7-ге будильник қойып 7-де тұрып спортпен айналысуға барады. Үйінің жанында кішкентай спорт залы бар, сол жерге барады, немесе жаяу жүреді. 2-3 сағат жұмысқа бармай тұрып, міндетті түрде 2-3 сағат спортпен айналысады, жаяу жүреді, баспалдақтан көтеріледі, одан кейін барып жуынып жұмысқа барады. Айтады ғой, кейде жылағым келеді, кейде барғым келмейді, кейде тіпті дәретханаға барғанда шыдап жүріп спортпен айналысуға жасаймын дейді. Өйткені мен денім сау болса, немеремнің жарқын болашағын көре аламын деп айтады. Және жолдасыма да спортпен айналыс, баспалдақпен жаяу көтеріл деп айтады, тыңдамайды, сөйтсе ертең қартайғанда өкінесің деп айтады ғой. Ең бірінші спортпен айналысу екен. Дәрігерлердің айтуы бойынша да спортпен айналысқан кезде тек қана сіздің аяқ қолыңызды ғана жыбырлату емес, ішкі сіз спортпен айналыссаңыз, сіздің ішек құрылыстарыңыз, ішкі
организм, асқазандарыңыз да спортпен айналысады да, ас қорыту мүшеңіз жақсарады дейді. Сонда адамның дені сау, жаны сау болады деп атайды. Негізінде спортпен айналысудың әрине міндетті түрде залға бармаңыздар, бармасаңыздар да болады. Сіз көбіміз енді адам пенде болған екен, орнымыздан тұрғымыз келмей жата беріп сондай боламыз ғой. Сол кездерде өзіңізді қинап болса да тұрып, үйіңіздің алдын 10 рет бір шақ айналып шықсаңыз да, соның өзі бізге спорт екен. Негізі өткен бейнежазбаның бірінде айтқан, кәрістер үй жануарларын өте көп асырайды. Соның ішінде итті, күшікті асырайды деп айтқанмын. Күшікті асырау арқылы бір оқпен екі қоян атады. Яғни сол күшікті паркте серуендетіп жүріп, өздері де спортпен айналысады. Жаяу көп жүреді. Егер сіз мысалға баспалдақпен күніне 2 рет баспалдақпен көтерілу адамның организмі керемет спорт екен. Ал егер сіз жер үйде тұрасыз, баспалдақ жоқ болатын болса, үйіңіздің айналасын 10 круг айналып шықсаңыз да, сіздің деніңіздің саулығына керемет кепілдік екен. Екінші, ол әрине жаяу жүру, баспалдақпен көтерілу, мүмкіндігіңіз болса спорт залға бару. Неғұрлым көбірек спортпен айналыссаңыз, соғұрлым деніңіз сау болады деп атайды. Біз үйдегі кішкентай балаларымызды қарайтын болсақ, тоқтамай жыбырлап, күліп, ойнап, жүгіріп, жыбырлап бір орында отырғанын көрмейміз ғой балаларымыздың. Осылай дене мүшенің қозғалу арқылы біздің қан айналымыз жақсарады екен. Ал қан айналымыз жақсы айналған сайын біздің денсаулығымыз жақсы болады, есе сақтау қабілетіміз де жақсарады екен. Ол жай ғана сіз, ой, бұл кезеңнен аман есен өтіп кеттім, мен үйдің шаруашылығымен бұл кезеңнің қандай екенін білмей қалам деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ іштей сізді жеп мүжи беретіндіктен, мүмкіндік болса теледидар көріп жатқанға қарағанда, сәл де болсын қимылдап, бүкіл денеңізбен қимылдайтын болсаңыз, онда сіздің иммунитетіңіз де көтеріліп, бұл өмірге, бұндай спорттық өмірге де сіз тез үйренесіз де, және де бұл кезеңнен аман есен ауырмай өтесіз деп ойлаймын. Ал енді әрине одан кейін шығыс медицинасының дәрігерлерінің айтуы бойынша, жаңағы мен айтқаным ол спорт сыртқы дене мүше болатын болса, ал енді жаңа мен айтып кеттім ғой, ішкі дене мүше бойынша климакс кезеңінде ең бірінші ұйқы без және ұмытшақтық ауру пайда болады. Осы ұмытшақ ауруының алдын алу немесе емдеудің ең қарапайым, ең оңай, ең маңызды екі жолы бар екен. Ол біріншісі күнделікті қарапайым өмір, жұмыс үй емес, қарапайым өмірден тыс жаңа бір нәрсені үйрену деп атайды. Көбінесе медицина тілінде оны шет тілдерін үйренуге көп ұсыныс береді, айтар екен дәрігерлер. Себебі шет тілдерін үйренген сайын сіз мүлде жаңа нәрсе үйренесіз ғой, миыңыздың клеткалары ашылып, адамның ұмытшақтық ауруының алдын алады екен. Мысалға, ол ағылшын тілі болсын, ол француз тілі, ол кәріс тілі болсын, әйтеуір басқа бір тілді үйренсеңіз, сіздің ұмытшақтық ауруыңызды емдейді әрі алдын алады екен. Ал енді екінші, мына 10 саусағыңызды жыбырлату арқылы миды қозғау. Яғни осы арқылы сіз пианино үйрену, домбыра үйрену, жалпы 10 саусақтың барлығын қимылдататын бір нәрселерді үйрену. Сонда сіздің тек қана спортпен айналысып, сіздің дене мүшеңізді ғана жөндеп қоймай, ішкі организм, миыңыз, мидағы клеткаларға дейін емдей аласыз, ұмытшақ аурулардың алдын ала алады екенсіз. Бүгінгі менің бейнежазбаны құлпынай ақыл айтпашы деп ойламаңыздар. Әрине мен бұл кезеңнен өтпегендіктен бұл кезеңді білмеймін, бірақ мен көптеген ақпараттарды жинап, мені көріп отырған әрбір аналарымыз, әрқайсыларымыз бұл кезеңнен аман есен, ауырмай, депрессияға ұшырамай, ашушаң болмай, жақсы өтсек екен деген мақсатта осы бейнежазбаны түсіріп отырмын. Егер сіз мені көріп отырған 15-тегі, 20-дағы жас ер жігіттер, қыздар болатын болсаңыз, анаңызды қолынан ұстап, кешке таман 20 минут, жарты сағат, немесе әйеліңізді қолынан ұстап, жарты сағатқа есіктің алдын қолынан әңгіме айтып жүріп, жаяу жүріп келіңіздерші. Ол әрі моральны жақсы, әрі физически жақсы. Яғни әрі спортпен айналысады, әрі сізбен әңгіме айту арқылы анаңыздың жүрегі жылып қалады. Аналарымыз аман болсын, аналарымыз ауырмасын, аналарымыз ашуланбасын. Үйдегі анамыздың көңіл-күйі керемет болатын болса, біздің көңіл-күйіміз одан да керемет. Бейнежазбаны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Барлықтарыңыз жақсы көремін, сау болыңыздар.